Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте керемет дәмді болып шығатын классический чизкейктің рецептісімен бөлісемін. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, менің арнама тіркеліп қоңыраушаны басып қойуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен кез келген осындай печенкаларымызды алып, блендерге салып, майдалап ұсақтап аламыз. Ұсақталған печенкаларымызды бір ыдысымызға салып дайындап қоямыз. Және де 100 грамм сары майымызды алдын ала микроволновкада ерітіп, ұсақталған печеньеларымыздың үстінен салып, қасықпен жақсылап, барлығы біркелкі болғанша араластырамыз. Менде форманың диаметрі 24 см, сіздер одан да кішкентай қылып 20 см қылып жасасаңыздар да болады. Ыдысымызға осылай пергамент қағазын дөңгелек етіп кесіп алып, жаңағы массамызды, печенка массамызды салып, осылай қасықпен бір тегіс болғанша барлығын жақсылап, бір-біріне басып шығамыз. Үстінен жақсылап басыңыздар. Осылайша қасықпен немесе стаканның түбімен бір тегіс етіп жайып аламыз, немесе жан-жағының барлығына бортик десеңіздер болады. Маған осылай чизкейктің әдемі көрінеді, сондықтан мен осылай жасаймын. Салмасын жасап болғанша холодильникке сала тұрамыз. Ендігі кезекте 500 грамм творожный сырымызды ыдысымызға салып, оның үстінен 3 жұмыртқа қосамыз. Менде 2-ақ жұмыртқа қалыпты, сондықтан 2-ін қостым. Бірақ та описанияға 3 жұмыртқа деп жазамын. Сіздер 3 жұмыртқа қоса беріңіздер. Оның үстінен сливки қосамыз. Және де сахарная пудраны салып, барлығын венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Ешқандай миксерсіз венчикпен араластырғандарыңыз дұрыс болады. Себебі миксермен араластыратын болсаңыздар, қатты сұйық болып кетеді. Ал венчикпен жайлап араластыратын болсаңыздар, басында сұйық болып, кейіннен әдемі болып қоюланады. Арасында ешқандай түйіршіктер қалмасын, жақсылап араластырыңыздар. Біраз уақыттарыңыз кетуі мүмкін, бірақ та өте әдемі болып шығады. Міне бізде осындай сұйық емес, кішкене қоюлы масса шығады. Мұздатқыштан формамызды алып, оның үстіне массамызды саламыз. Бетін лопатамен тегістеп, форманың шетін осылай кішкене сілксеңіздер, біздің массамыз тегістеліп әдемі болады. Кішкене пешті қыздырып, 150 градуста 50 минут немесе 1 сағатта пісіріп аламыз. Піскеннен кейін міндетті түрде бөлме температурасында суытып, мұздатқышқа 2 сағатқа салып қойыңыздар. Себебі піскен кезде бұл жұмсақ болып тұру мүмкін, кескен кезде қатты бір-біріне жабысып кетеді. Ал сіздер мұздатқышқа салсаңыздар, кесілуі де оңай болады. Алдын ала пышақты кішкене сулап жіберсеңіздер болады кесетіннен алдын. Міне бізде осындай өте нәзік, түрі де өте әдемі болып шығады. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздермен болған арайлым.